Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте оңай жасалатын, ерекше дәмді болып шығатын печеньелердің рецептімен бөлісемін. Осындай дәмді шоколадқа малынған печеньелерді дайындау үшін бізге сары май, сахарная пудра, бір жұмыртқа, сұйық май, қопсытқыш, кукурузный крахмал, тұз, ұн қажет. Барлық ингредиенттерді төменге жазып қоямын. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды аламыз. Оның үстіне қант ұнтағын салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Бір жұмыртқа саламыз. Үстіне күнбағыс майын құямыз. Жүгері крахмалын салып, жақсылап араластырамыз. Қопсытқышты ұнға қосып, ұнымызды електен өткізе отырып араластырамыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей осындай қамыр шығады. Бірден алып, шетінен осындай орташа көлемде дөңгелектер жасап шығамыз. Яғни барлық қамырдан шариктер жасап шығамыз. Енді әр шарикті алып, видеодағыдай сопақша көлемге келтіреміз. Кейін үстін шанышқымен басып, әдемі форма жасаймыз. Барлығын осылай сопақ көлемге келтіріп, тізіп шығамыз. Шанышқының көмегімен осылай үстінен басамыз. Әдемі пішінге келеді. Печеньелерімізді 180 градуста қызып тұрған пешке салып, 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Печеньеміз дайын болды. Оны толықтай суытып аламыз, шоколадқа батыру үшін. Мен алдын ала шоколадты ертіп қойдым. Оны еріту үшін целлофанға шоколадты бөліп салдым да, оның үстіне ыстық су құйдым. Шоколад еріген соң целлофанды ашып, кесеге салдым. Яғни осы печеньелерді суыған соң шоколадтарға батырып алдым. Қараңыздар, қандай әдемі болып шығады. Шоколад қату үшін тоңазытқышқа бірнеше минутқа қоюға болады. Бізде шоколадты печенье дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай дайындалады және дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, арнама лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.